Ассалаумағалейкум. Біздерге мынандай кезекті жөндеуге Nissan Tiana автокөлігінің стартерін алып келді. Стартерді БК деп айтқан ғой біреу. БК жасамайды. БК новый БК алып тастаған екен, бірақ бәрібір тықылдап қалып тұр дейді стартер. Бірсе алады, бірсе алмайды дейді. Сосын әкелгеннен кейін тексеріп көрейікші деді. Аккумулятор осы прямой тексеріп көрген кезде мынау жасап тұр, айналып тұр, бірақ ішінде бір қатты шум бар. Дауыс шығып тұр. Редуктордан ба, бір немеседен. Соның үшін стартерді толығымен ашып, ішінде ақауын анықтау керек болып тұр мынаны. Стартер көптен ашылмаған стартер екен бұл. Мына тягающий рейсі, мына жақтары бәрі ашылды. Шөткіні ұстап тұратын екі болт ашылды кішкентай. Енді основной мына корпус ұстап тұратын болт жабысып жатыр. Ашылмайды. Бұл алюмин корпус болт болат сталь. Алюмин болатты қысып қалды ғой, жібермейді мына. Енді бұны қатты бұрайтын болсаң, бұл жұлынып кетеді түбінен. Бұрамайын десең ашу керек. Ашайын десең ашылмайды, жабысып қалған. Енді бұған бір вариант бар. Болгаркамен жайлап мына болттың басын кесіп тастау керек. Аяғынан. Сосын аяғынан. Тонда да осындай бір Nissan автокөлігінің стартері келіп, солай ашылмай кесіп алып тастап, мына жеріне болт сваркілеп, шпилька қылып, басына гайкамен бекітіп берген. Мынаны да сондай алып істеу керек болып тұр енді. Басқа амал жоқ, себебі қатты бұра берсең, жұлынып қатты бұл деген. Стартердің манағы екі болт ашылмағаннан кейін аны артын кесіп алдық. Болттардың басын кесіп тастадым. Бұның басына шпилька сваркілеп, кішкентай гайкамен бекітетін қылып жасап берем. Бұл бір лайфхак. Енді бұның несіне келетін болсақ, бұның енді корпусы жақсы екен, якоры жақсы, шөткісі жақсы, шөткішінің узелі жақсы, бендегісінен шағым түскен жоқ. Бірақ бұның ішінде дауысқа шағым түсті. Қосқан кезде шарылдап тұр қатты. Іші құрғап кеткен, ішінде май жоқ. Құп-құрғақ. Сосын мына жерде мынандай резиновый прокладка бар. Сол прокладка кеуіп кеткен. Үгітіліп мынаның ішінде жүр, мына пластмасс болып қалған. Мынаның ішінде жүр, мына редуктордың ішінде. Ол да проблема емес. Проблема мынаның басында. Мынаның іші қараңғы көрінбей тұр ғой. Медный втулка тұр басында. Сол медный втулка деген жеңіп қалған. Мынау редуктор ішінде бұлқылдап жүр былай да былай. Стартерді қосқан кезде қысық болып тұрған осы жібермей. Бір қосады тықылдайды, екі қосады тықылдайды. Енді мына втулканы ауыстыру керек. Бұл втулканы ауыстыру үшін бұл проблема. Себебі мынау ішінен втулка шықпайды, бұл преспен тығып жіберген нәрсе заводской. Мына жағынан итерілмейді, закрытый жабық. Енді мынаның басын кесу керек втулканы алу үшін. Басын кесіп, ішіндегі втулканы шығарып ұрып, подходящий втулка салу керек сосын мынаны. Втулканы түсіру үшін басын кесіп тастадым мына жерін. Жабық болды ғой закрытый. Енді ішіндегі втулкасы мынандай болып қалған. Сопайып кеткен ғой былай қарай. Мынау деген стартерді қысып қалады мынау. Вендексіне айналған кезде стартер мынау қысып қалады. Себебі мынау қисық мынау. Неравномерный мынау. Енді втулканы түсіріп алу керек. Сосын осы втулканың образецімен втулка іздеп табу керек. Сосын задний втулкасын кейін қарап тұр. Мына задний втулкасы кішкене ұрыйған екен былай қарай. Құттай бұл да жеңінген задний втулкасы. Кішкене болады, енді алға қарағанда жақсы. Бірақ артқы втулканы да ауыстырып тастау керек. Бірақ бұлардың втулкалары таптыртпайды бұның. Мына втулка да табылмайды, мынау да табылмайды. Подходящий бірдеңе іздеп салып, оны токармен жону керек па одан кейін. В общем, сондай бір мәселе болып тұр. Енді втулканы түсірем қазір. Ассалаумағалейкум. Мынау кеше жинап жатқан Nissan автокөлігінің стартері. Стартерді еске салатын болсақ, мынандай втулкасы іштен шыққан болды. Енді бұндай втулка жоқ, таптыртпайды. Заказбен алдырту керек. Бұның орнына мына жерге игольчатый подшипник салып жібердік. Мынау Ларгустікі, Валио. Диаметр іші сырты бәрі. Точно келеді мына. Әдемі түсті мынау. Мынау артындағы болты мынау. Кесіп тастаған. Соған басының тағы да қысқартында 5 мм. Сосын баста мынандай болттың басын кесіп тастап, шпилька қылып, оны сваркіледім, оны гайкамен отырғызамыз. Гайкамен. Әдемі шықты. Ассалаумағалейкум. Мұны Nissan автокөлігінің стартерінің бас жағы. Бұл жерде енді жалпы ескі машиналарда корпус алюмин болғаннан кейін, мына болт болат болғаннан кейін сталь қысып қалады бұл.
көп жылдан ашылмаса мына жер қысылып қалады. Ашсам мына жұлынады, болт жұлынады. Енді соны былай айтқан кезде шешімі бар оны жасайтын. Оның шешімі мынандай лайфхак. Мына жеріне кесіп тастаймыз. Ішіне шығып тұрған болтты. Басын. Сосын мынандай басқа болттың басын кесіп әкеліп сваркілейміз. Сонда мына болт шпилька болады. Ал пайдаларыңа осы ассын. Тағы бір лайфхак. Осы бір сәртерге істеліп жатқан нәрсе негізінде. Бұлардың басына мынандай бронзовый втулка жүреді. Нисандарда бұндай бронзовый втулка таптыртпайды. Заказбен алдырда ма басқа жақтан бірдеме. Бізде жоқ. Енді осы втулка табылмады. Мына жерге басына игольчатый подшипник салып жібердік. Игольчатый подшипник валенка Largus. Largustың алдыңғы стартерінің алдыңғы игольчатый подшипнигі. Мынаған әдемі түседі. Диаметрін бәрін өлшеп алып келдім әуелі. Келіп бір екен, сосын алып салып жібердік. Ал, лайфхак ұстаңдар. Сәртерді толығымен жинадым. БК-сын бәрін салып қойдым. Әкеліп тексере қосып қойдым. Мына фаза аккумулятордан келетін. Мынау замок зажиганиеден келетін провод. Енді мынаны жайлап қосып көреміз. Бисмилля. Сәртер өте жақсы жұмыс жасап тұр. Кешегі шағырылдап жатқан шумның бәрі кетті.